Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біздер хит болған Жанар Айжанованың рецептімен жасалатын тағам түрін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қара бұрыш керек, тұз керек, сүт керек және 3 жұмыртқа және тары керек. Бірақ менде тары жоқ, сол себеп тарысы жасап көремін. Таза ыдысымыздың ішіне 3 жұмыртқаны жарып, оны араластырып аламыз. Араласқан жұмыртқаның үстіне сүт құямыз. Кішкене көз мөлшерімен құямыз. Және оның үстіне қара бұрыш пен тұзды салып, араластырып бұлғап аламыз. Дайын болған смесімізді алып, қарапайым целлофановый пакеттің ішіне құямыз. Осындай сұйықтау болып шығады. Аузын байлаймыз да алдын ала қайнап тұрған суымыздың үстіне саламыз. 15 минут жай отта қайнатамыз. Міне тағамымыз дайын болды. Қазір енді түсіріп, турап дәмін көретін боламыз. Осындай воздушный, жұмсақ болып піседі. Дәмі де, иісі де өте керемет, маған ұнады. Қазір ішін көрсететін боламын. Міне тураған кезде осындай болып, рулетиктер сияқты болып әдемі болып шығады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Достар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.